Бұл жобаға біздер ерекше подкаст деген атау қойдық. Олай деп атауымыздың себебі жай ғана ерекше подкаст. жай ғана ерекше подкаст. Кімге жұмыс істейсің деп маған сұрақ қойған кезде өзің біртүрлі болып қаласың. Біздер халыққа шындығында адамды адасушылықтан осындай оқиғалардың түрлі-түрлісі бар Бекнұр, талай қиыншылықтар бар, қызықтырып айтып қоямыз ба, қалай ойлайық. Жалпы теолог деген кім? Теолог деген имам ба, әлде мемлекеттік қызметкер ме? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде жаңа жоба. Бұл жобаға біздер ерекше подкаст деген атау қойдық. Олай деп атауымыздың себебі жай ғана ерекше подкаст. Жай ғана ерекше подкаст. Бүгін біздерде яғни сұрақ қоюшы, жаңағыдай бізге сөз беруші, модератор дейміз ғой, ондай адам жоқ. Біз өзіміз бір-бірімізге сұрақ қойып, яғни тақырыптарды ашықтап айтып, сіздерге бар пайдалы нәрсені жеткізу. Біздер бүгін қонақтамыз, және менің жанымдағы ағам әрі әріптесім Қанат Қуанышбайұлы, Бөрлі аудан теолог маманы. Өзіңіз жайлы таныстыра өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, қадірменді оқырмандар. Бүгін міне жаңағы Мұхаммед Али бауырым айтып өткендей, бүгін бізде ерекше подкаст. Подкасттың атауы ерекше подкаст. Енді өзімді таныстыра келсем, жалпы Бөрлі ауданының теолог маманымын. Осы Орал қаласының тумасымын. Қаратөбе ауданының Қаратөбе ауылында дүниеге келдім. Қазіргі уақытта сол Бөрлі ауданында теолог маман болып қызмет атқарып келемін. 2010-2013 жылдары Орал медресесінің түлегімін. 2013-2016 жылдары Алматы қаласындағы Нұр Мүбарак университетінің түлегімін. Және 2020-2023 жылдары Түркия Республикасындағы Анкара қаласындағы Анкара университетінің Ислам мазһабтар тарихы, Илахият факультеті, Ислам мазһабтар тарихы бөлімінің магистрантымын. Машалла. Қысқаша осындай. Енді жаңа айтып өткендей, бүгінгі ерекше подкастты менің жанымдағы бауырым, әріптесім Медетұлы Мұхаммед Али деген бауырымыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, сөз кезегі сізде. Енді сіз сияқты көп жолдарды көрмесек те, жасымыз кіші болса да, үлкенге құрмет көрсетіп сөзді басын бергенбіз. Есімі Медетұлы Мұхаммед Али, Бөкей-Ордасы аудан азаматы. Сол жерде туып өсіп, Бөкей-Орда аудан орталығында, Сайқын ауылында. Сол жерде мектебімді тәмамдап, 2018 жылы Алматы облысы Талғар қаласындағы Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениет университетін дайындау подкурсы, яғни бір жылдық подкурс бар. Сол жерде 2018-2019 жылы бір жыл ілім алғам. Кейін 2019-2023 жыл аралығында Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениет университетінде толықтай бакалавр мамандығын бітіріп, исламтанушы мамандығымен шыққанбыз. Қазір сол Бөкей-Орда аудан орталығында теолог маманы ретінде қызмет атқарудамыз. Аллаға шүкір, алған ілімімізді елімізге, жерімізге келіп, осы барынша беріп жатыр. Қосымшамен таныстырып өтейін. Бұл азамат Тұңғыштар мекенінің теолог маманы, Бөкей-Ордасы, білесіздер. Хан ордасы дейміз, Бөкей хан мен Жәңгір ханның жүріп өткен жолы, хандық кезіндегі. Жалпы енді тарихта, тарихшы емес дегенмен де Тұңғыштар мекені деп айтады ғой, Бөкей-Ордасын, хан ордасының Тұңғыштар мекені. Сондықтан бұл інім бауырым Тұңғыштар мекенінің теолог маманы былайша айтқан кезде. Енді жаңа білім алу жайында айтып жатырмыз, оқыған жеріміз. Одан енді бір осы тақырыпты жалпы теолог мамандарынан бастасақ. Біз жаңағы осы подкаст басында айтып өттік, біздер теолог маман болып жұмыс жасаймыз. Жалпы теолог деген кім? Теолог деген имам ба, әлде мемлекеттік қызметкер ме? Теолог дегенді қалай түсінеміз? Теолог дегенді қалай түсінеміз? Әркім осы сұрақты түсіндіріп өтсек, кезектен кезек. Ашықтап айтып, адамдардың сұрақтарына жауап берсек. Себебі біздер теолог мамандар енді халықпен жұмыс жасаймыз біріншіден.
халықпен жұмыс жасағаннан кейін халықтың әртүрлі санатындағы азаматтармен кездесеміз. Оның ішінде мектеп оқушылары бар, оның ішінде студенттер бар, оның ішінде қарапайым ауыл тұрғындары бар, оның ішінде еңбек мигранттары бар деген секілді барлық саланың қызметкерлерімен кездесеміз. Сол уақыттағы ең бірінші сұрақ теолог деген кім деген әртүрлі әрдайым осындай сұрақтар болады. Сондықтан сол халықтың сұрағына жауап берейік. Барымызша енді сол сұраққа жауап беруге тырысамыз. Енді өзіңіз бастасаңыз. Теолог деген жалпы діни қызметкер деп айтсам қате болатын шығар. Діни бірлестіктермен, діни ұйымдармен жұмыс жасайтын арнайы маман деп бір сөзбен қысқартып айтуға болады. Кеңінен айтсақ, мемлекет пен діни бірлестіктің арасындағы көпір. Бір-бірін байланыстырушы. Үкімет пен діни бірлестіктердің арасын байланыстырушы бір маман иесі, теолог деген. Тек қана діни қызметкер емес. Діни қызметкер деп айта алмаймыз. Себебі белгілі бір деңгейде мемлекеттің де заң шеңберінде болмаса діни бірлестіктер тақырыбында өзіндік белгілі бір лауазымы болмаса белгілі бір жауапкершілігі бар қызметті орындайды. Және қосымша жаңағыдай әртүрлі діни бірлестіктермен жұмыс жасайды. Оның ішінде ислам бағытында болсын, христиан бағытында болсын, жалпы әлемдік діндердегі діни бірлестіктер бар ғой елімізде жұмыс жасайтын. Сол діни бірлестіктермен жұмыс жасайтын маманды біз теолог деп атаймыз. Яғни теолог имам да емес, мемлекеттік қызметкер де емес. Жалпы енді сіз қанатаға айтып жатсыз бағана Түркия мемлекетінде оқыдым, білім алдым дедіңіз. Енді маған өзіме жеке басым қызықты. Түркия мемлекетінде теолог мамандар бола ма? Негізі жалпы осы теолог маман, жалпы теология біздің Қазақстанда ерекше қарқында дамуда қазіргі уақытта. Ғылым деңгейіне келді деп айтуға болады. Біз оқыған Түркия мемлекетінде жалпы илахият деген факультет болады, яғни дінтану болмаса теология деп аударуға болады ол мамандықты. Ондай мамандар Түркияда өте көп. Жалпы діни бірлестіктермен жұмыс жасайтын. Яғни теологиялық білім ғылым деңгейінде дамып, яғни белгілі бір деңгейде дәрежесі бар теологияның. Ал енді біздің Қазақстанға келетін болсақ, біздің Қазақстанда енді біз аяқ алып келатырмыз. Яғни теолог мамандары енді. Бұның бәріне себеп болған еліміздегі діни ахуал. Біз тәуелсіздік алған жылдары теолог деген мамандық болған жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін. Одан кейін 2000 жылдардан бастап біздің елімізге сырттан келген кейбір діни ұйымдардың, миссионерлердің келуімен еліміздегі діни ахуал күрделене бастағаннан кейін сол діни ұйымдармен сол діни миссионерлермен жұмыс жасайтын теолог мамандарды оқыта бастап, қазіргі уақытта белгілі бір деңгейде теологтардың лауазымы қалыптасты деуге болады. Яғни бұл нәрсеге себеп болған жалпы теолог маманның жұмысқа орналасып, олардың көбеюінің басты бір себебі осы еліміздегі діни ахуалдың кейбір өңірлерде тұрақсыз болуына байланысты, кейбір өңірлерде діни ұйымдардың, діни жаңағыдай ағымдардың, сол ұйымдардың өкілдерінің жаңағыдай діни бір теракт болмаса басқа да бір экстремистік әрекет жасағаннан кейін біздің елімізде жалпы теологтарға деген сұраныс пайда бола бастады. Ал қазіргі уақытта біздің Қазақстанда теолог мамандардың қарқыны, саны да, қарқыны да, жауапкершілігі де өсіп келе жатыр деп айтуға болады. Енді былай бағана айтып жатсыз ғой, сіз теолог деген жалпы мемлекетпен дінді ортасында көпір деп, діни бірлестікті байланыстырушы. Байланыстырушы. Бұны былай айтсақ қалай болады? Мысалы, исламнан хабар жоқ жаңағы біздегі өкімет өкілдері қарапайым енді. Сосын мына жақта имамдар бар. Дұрыс па? Олардың бізге мына үкіметте не болып жатырған қатты заңға жаңағыдай біле білмейді. Ал теолог осы екі жақты да қамтыған азамат десек болады. Олай айтуға болады, Өйткені бізде теолог дегенді былай алып қарайтын болсақ, теолог маманның жүретін жері, яғни діндерді зерттеп, діндерді оқып, оны қарапайым адамдарға жеткізу. Және мына діни ұйымдарға мониторинг жасау. Ол әртүрлі әр діннің бір ұйымдары болады ғой. Жаңағы сөзді бай деп қысқартуға да болады. Мемлекет заң бойынша біз зайырлы мемлекетпіз мысалы. Заң тұрғысынан қарайтын болсақ, біз мемлекетіміз зайырлы мемлекет. Біздің мемлекетімізде
діни бостандық бар. Біздің еліміздің әр елдің азаматы қай дінді ұстанғысы келсе, ол өз еркінде. Ал енді заңның кіріспесінде біздің елде екі дінді, екі конфессияны дәстүрлі деп аламыз. Ол заңның кіріспесінде жазылған. Ол бірінші Абу Ханифа мазхабы ислам бағытындағы, екіншісі православ христиан бағытындағы. Осы екі дінді біз дәстүрлі дін деп айтамыз елімізде. Бірақ заңның шеңберінде біз зайырлы мемлекетпіз. Ал теолог мамандар сол зайырлы мемлекеттегі діни бірлестіктермен жұмыс жасайтын маман. Және мемлекет пен діни бірлестік арасын байланыстырушы. Айтқан кезде қысқаша солай айтуға болады. Бұл енді қиындап кеткен жоқ деп ойлаймыз. Адамға түсінікті тілмен сөйлеп жатсыз, түсінікті болар деп ойлаймыз. Жалпы қазіргі таңда теолог мамандар біздер, яғни кездесу барысында студенттермен кездесеміз, оқушылармен кездесеміз. Бірақ алдын ала қозғалатын тақырып ислам діні шеңберінде. Өйткені ата бабамыздан келе жатырған осы салт дәстүрмен дінді ұштастыра білген аталарымыздан қалған ислам діні бізде Қазақстан мемлекетінде кеңінен тараған. Қазір әрбір ісімізді Алламен бастаймыз, дұрыс қой. Сол себепті де ислам діні алға қойылып, ислам діні қазіргі таңда көбінесе талқыға түсуде. Сол себепті де теолог маманның жаңағыдай білікті маманы болу керек, оқыған, білімі бар, яғни сіз секілді жоғары оқу орнын оқыған, білімі жеткілікті адамдар сөйлегені абзалырақ болады деп ойлаймыз, дұрыс қой? Теолог маманның жұмысы да жауапкершілігі өте үлкен. Өйткені білімсіздікпен сөйлеп қалған жағдайда, білімсіздікпен айтылған сөз теріс, яғни түсіндіре алмай, сөзін жеткізе алмай қалған адамды теріс жолға түсіруі мүмкін. Байқаусызда. Қазіргі таңда біздің енді көп соқтығысатын нәрсеміз ол жастар. Шыны керек, жас жеткіншектер, студенттеріміз бар, оқушыларымыз бар. Сол жастарымыздың діни сауаттылығы қалай болып жатыр? Қазіргі уақытта біздің елімізде жалпы жұмыс тәжірибемізбен біз қарайтын болсақ, көптеген оқиғаларды біз кездестірдік жұмыс тәжірибемізде. Жалпы біздің Қазақстанда қазіргі уақытта жастардың дінге деген қызығушылығы өте қарқынды. Ол студент болсын, тіпті мектеп қабырғасында да болсын. Қазір ақпарат заманы ғой, медиа заманы. Қолымызда смартфон бар, кез келген Инстаграм, TikTok желісіне кірсеңіз, рилстарды қарап отырсаңыз, міндетті түрде алдыңызға діни мәтіндегі уағыздар болмаса, рилстар деген сияқты шығады. Ал жастар қазір смартфонға көпшілігі бейім, ол жасыратын не керек оған. Жастар барлығымыз бейімбіз смартфонға, оны мойындаймыз. Уақытымыз, қолымыз босап кетсе, бір демалып шығамыз. Телефонды қарап, жаңағыдай ақпарат қараймыз, болмаса керек нәрселерді көреміз қолымыз босаған кезде. Қазір ақпарат заманы. Ал енді жастардың діни сауаттылығына келсек, бұл мәселе өте маңызды әлеуметтік желі. Себебі әлеуметтік желідегі ақпараттардың барлығы сізге өтілмеген. Ал жастар көп ақпаратты әлеуметтік желіден алады, оның ішінде дін де бар. Сондықтан жастардың діни сауаттылығы өте маңызды. Жұмыс тәжірибемізде мынандай бір оқиғамен бөлісе кетейін. Жастардың дінге деген қызығушылығы қарқынды деп айттым ғой. Жұмыс тәжірибемде мынандай бір оқиға болды. Мектеп қабырғасында бір оқушы, 7-ші сыныптың оқушы, дінге қызығады. Үйде намаз оқитын ешкім жоқ, діннен хабары бар ешкім жоқ, өзі дінге қызығады, әлеуметтік желіден жаңағыдай діни мәтіндегі видеороликтерді, тақырыптарды қарайды. Әлеуметтік желіден, ютубтан, бір арнадан бір жақсы бір басқа елдің бір уағызшының уағызын тыңдайды. Сөйтіп уағызын тыңдап, дінге келе бастайды, намазға келе бастайды деген секілді. 7-ші сынып оқушысы. Бір уақыттары намаз бастайды. Ата-анасы қарсы болмайды, жалғыз баласы үйдің. Сөйтіп бір уақыттары намаз бастағаннан кейін мектеп мұғалімдерінен намаз оқитын бөлме сұрайды оқушы. Оған мектеп мұғалімдері қарсы болады. Сөйтіп бірнеше айдан кейін ата-анасы маған алып келді. Алып келуінің себебі мұғалімдері баладан өзгеріс байқаған. Бала бұрынғыдай емес, баланың мінезі өзгере бастаған, сабақ үлгерімі деген секілді. Жалпы мінезінде бір өзгеріс бар. Оны мұғалімдері дінмен байланыстырып отыр бұл жерде. Сөйтіп оқушыны маған алып келді ата-анасы. Жаңа оқушы
әлеуметтік желіден жаңағы басқа елдің уағызын тыңдап жаңағы сол діни ұйымның қатарына кіріп кеткен былайша діни ұйымның қатарында діни ағымның 7-ші сынып оқушысы біз 12-13 жастағы бала ғой енді бізге бала болып көрінгенмен иә бірақ бала болып көрінгенмен белгілі бір деңгейде діни сенімін толықтырып діни бір ізденісі бар, дінге қызығушылығы бар былайша айтқан кезде. Жастардың дінге қызығушылығы деген осы тақырыптан шығып жатыр. Сондықтан алып келді маған ата-анасы, бала жаңағыдай әлеуметтік желіден жаңағы уағызшының уағызын тыңдап, діни ағымның жаңағыдай таза ұстанушысы болып кеткен былайша айтқан кезде. Бірнеше сағат біз отырып сөйлестік. Салт дәстүрімізге қайшы, ұлттық құндылықтарымызды жоққа шығарады, әнұран деген секілді барлығын жоққа шығарып жаңағыдай басқа елдің уағызшының тек қана сөздерін жаттап алған, соның уағызын жаттап алған, сондай түсініктер былайша айтқан кезде. Яғни бір ғана әлеуметтік желіден жаңағыдай ақпарат тыңдау арқылы баланың діни сенімін өзгертіп отыр былайша айтқан кезде. Ойын, пікірін. Егер ол дәстүрлі бағытта болса, ислам бағытында Абу Ханифа мазхабы болса, ол басқа бір әңгіме. Бірақ сол әлеуметтік желіден қарап уағыз тыңдауы әлеуметтік желіден ғана діни ұйымның қатарына кетіп қалып отыр. Бұл жастардың дінге деген қызығушылығының жақсылығын, жастардың дінге деген қызығушылығының көп екендігін және дінге қызығушылығы қаншалықты сүзгіден өтіліп жатыр әлеуметтік желідегі қарауы. Мысалы ата-анасының оны қадағалап отыру керек. Әлеуметтік желіден не қарап жатыр телефонда, қандай парақшалар тіркелген, кімді тыңдап жүр, не істеп жүр. Оның бәрі қадағаланбаса, жастар жаңағыдай әлеуметтік желіден әртүрлі басқа діни топтардың жаңағыдай ақпараттарын, уағыздарын тыңдап, діни ұйымның қатарына түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан біздің елімізде жастардың діни сауаттылығы өте маңызды. Ал теолог мамандар сол жастардың діни сауаттылығын арттыру мақсатында әрдайым тіпті 90 сайын дейік, жарты жыл сайын дейік, мектеп оқушыларымен кездесіп, оларға дұрыс діни бағыт беру үшін, дұрыс дінді таңдау үшін белгілі бір деңгейде ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізеді. Діни насихат емес, дінге шақыру емес, алайда діннің алдын алу мақсатында, проблемаларды. Дұрысы қайсы, діннің бұрысы қайсы, соның бәрін түсіндіріп жеткізіп беру. Ол теолог маман. Міндеті тікелейді. Теолог маманның ең басты жұмысы осы. Яғни діннің арасында діннің бұрысы бар, бұрысы барын ажыратып, халыққа, оқушыларға, студенттерге бағыт бағдар беру. Яғни антивирус орналастыру былайша айтқанда. Себебі біздің қоғамдағы бұл күн тәртібінде діни проблема бар ғой бізде? Бар. Сондықтан ол қоғамдағы бар нәрсе болғаннан кейін бұл діни ұйымдар, діни ағымдардан ешкім сақтанбаған. Ол кез келген ортаға барып, ортада ол адасып кетіп көрінуі мүмкін. Мысалы, мектеп оқушылары мектеп қабырғасында оларға діни мәселе бір қатты күрделі болуы мүмкін, себебі олардың басым міндеті оқу ғой, білім алу ғой. Бірақ ертең оқушы мектеп бітіреді, қалаға барады, басқа үлкен қалаға шығады, үлкен ортаға шығады, ата-анасының тәрбиесіне ажырайды деген секілді. Сол уақытта оған жаңағыдай осындай діни ұйымдардың ықпалы жолығуы мүмкін. Сол уақытта ол оқушы, ол жас, ол студент діннің бұрысын ажыратып білсе, ол жаңағы діни ұйымдардың қатарына кетпес еді. Тура осыдан бірнеше жыл бұрынғы біздің Қазақстан азаматтарының жаңағыдай діни ұйымның қатарында болып, жаңа шетел асып соғысқа кеткен қаншама азаматтарымыз болды. Біз бір қателестік, біз енді қателеспеуіміз керек. Әрине. Бұл енді жаңағы сіз айтып жатырған оқушының ізденісіне мен қатты қызығушылық танытып отырмын, өйткені ондай ізденіс деген бізде қазіргі көп былайынша айтқанда ересек адамдардың арасында кездесе бермейді. Ол өте мақтанатын нәрсе. Алайда ізденетін нәрсені білетін адамнан, білікті маманнан сұрамай, жаңағыдай ұялы байланыс телефондағы мессенджер дейді ғой енді, TikTok желісі, Instagram, YouTube желісі айтып отырамын. Сол жерден ақпарат алып, сол жерден үйренгені сәл енді қателеу болып тұр, Сол себепті де енді біздер телефонды жай ғана балаларымызға алып беріп, соларға алаңдасын, осымен өмір сүрсін де бере салмай, онымен қатар не қарап жатыр, не тыңдап жүр, не істеп жүр, кіммен сөйлесіп жүр, қандай нәрсеге пайдаланып жүр деген қызығушылығымызды арттыруымыз керек. Дұрыс қой. Сіз айтып жатсыз оқиға, бұл менің тәжірибемде де бір жылдық енді жұмыс атқарған болсам да, бір жылдың ішінде талай қызықтар болды. Соның ең алға басары сіз оқушы қозғағаннан кейін менде Бөкей-Орда қарасты, Бөкей-Орда ауданына қарасты бір ауылдық жерде, ауылдық округте
10 сынып оқушысы TikTok желісінде Ресей Федерациясының жаңа уағыздаушысы, насихатшысы Қазақстан Республикасы жаңағыдай біздің еліміз туралы бір уағыздың арасында айтып жатыр екен. Соның астына комментарий қалдырған. Яғни бұл Қазақстан мемлекеті кәфір мемлекеті деген сияқты теріс жаңағыдай қате ақпараттармен, бұл мемлекетке деген жек көрінішілігімен сондай ақпарат қалдырған. Бұл мемлекетті кәфірлер тұрады, жою керек деген сияқты. Енді ол оқушыдан сондай ақпарат түскеннен кейін біздер теолог мамандар тікелей жұмыстануымыз қажет қой. Сол себепті де сол елді мекенге бардық, оқушыны алдымыз әкеліп сөйлескен кезде ең қызықты мен таңғалған нәрсем ол оқушыда 5 уақыт намазы жоқ. Өзі өмірінде бір-ақ рет мешітке барған жұма намазына. Ата-анасы бейнамаз адамдар. Мен таңғалдым, сен бұндай сөздерді қайдан алдың? Яғни Қазақстан мемлекеті кәфір мемлекет, жоғарыда басқарып отырғандар күнәһарлар деген сияқты сөздер. Онда екінің бірі біле бермейді. Жаңа бірақ сіз айтып жатсыз, 7-ші сынып оқушысы дегеннен кейін менікі мынаның қасында енді кішкене айналайын болып қалған сияқты деп, но осының өзі бізге ауыртпашылық тудырады. Өйткені ол сұрақ қойған кезде діни білімді жаңағыдай контент дейді ғой. TikTok желісінде сол орыс уағыздаушы адамдарынан тыңдап, былайша айтқанда орыс тіліне қызығушылық танытып, сол орыс тілінде өзіне информация ала берген, жинаған. Кейін сол жаңағыдай бір уағыздың астында Қазақстан Республикасы туралы айтылғаннан кейін өз мемлекетінің жаңағыдай жамандап, өз мемлекетін жою туралы ақпарат айтқан. Енді ол былайша айтқанда жас жеткіншек ініміз, сөйлестік, айттық, өз қателігін түсінді, енді қайталанбайтын айтты. Былайша қарағанда ойын баласы ғой, ойнап жаздым дегенде келтірді. Расымен де ата-анасының қасына келді, анасының жасын көргеннен кейін ол бала да өз ойына келді, айттық, ондай нәрсе болмайды деп. Сол себепті де бізде қазір өкінішке орай жасы жетпей жатып, жастарымызға, сәбилерімізге ата-анасы телефонды беріп қойып жатады, мультик қосып қарасын, ойбай сабаққа кеткенде звондаймын ғой деген сияқты. Ал ол бала сізден бөлек жырақ шыққаннан кейін ол телефонды қалай пайдаланады? Бөлек бөлмеде жатқанда не істейді, кіммен сөйлеседі, қандай ойын ойнайды. Ойынның ішінде де қазір неше түрлі теріс нелер бар ғой. Адамды аздырушы, азғырушы, жаңағыдай нервный срывқа апаратын, суицидке итеретін. Солардың бәрін контрольда ұстау енді қиын ғой. Бұны теолог мамандарына дейді, жаңағыдай мемлекеттік қызметкерлерді кінәлайды, ата-ана енді бірден болса. Сол себепті де ең бірінші тәрбие отбасынан басталады деп босқа айтылмаған ғой. Сол себепті де енді осы сөз осы жерден кадр именно қиылып ата-аналарға тікелей жіберсеңіздер деп. Иә. Біздің енді кез келген ата-ана баланың қолына телефон бергеннен кейін ол жаңа әлеуметтік желіде не қарайды, кімге жаңа тіркелген, қандай ақпараттар көреді, және араласып жүрген ортасы қандай, неге қызығады деген сияқты. Жалпы мәміле керек қой. Қазір бізде шыны керек елімізде отбасы құндылығы өте құлдырап бара жатыр. Оның барлығына бірден бір себеп осы смартфонда себеп деп айта аламыз. Сондықтан жаңағыдай біз айтылған, біздің тәжірибемізде болған оқиғалардың қайталанбауы үшін кез келген ата-ана осы айтылған нәрселерге өте мұқият болса дейміз. Енді біз бұл айтып жатқан нәрсе дұрыс па, бұрыс па, бұл тәжірибемен бөлісу мақсатында айтылып жатырған нәрсе. Бұл теологтардың жұмысында қиыншылықтарды айту туралы подкастымыз, иә. Біздің жұмысымыздың қиыншылығы, ақиқи көзге қандай адамдармен жұмыс жасаймыз, не айтамыз деген секілді. Тағы бір қызықты жайт, менің жергілікті сол жерде қызмет жасап жүрген кездегі бір оқиға, жаңағы бір кездесуден кейін мектеп мұғалімі маған қарсы шығу. Яғни мен кездесу соңында біздің инста парақша, жаңағыдай дін Буки Орда деген инста парақшамыз бар. Жалпы Буки Орда бойынша дін мәселелерін сол жерге салып, дұрыс нәрсені салып отырамыз ғой енді. Сізде де бар ол нәрсе, барлық теологқа бекітілген нәрсе, жаңағыдай діни бірлестікпен. Сол жерге тіркеліңіздер, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деген жаңағыдай мен өзімнің лебізімді білдірген болатын. Сөз соңында лекция барысында. Иә, лекция барысында сөз тамамдап бәрі бітер кезде оқушыларға қарап назарымды. Сонда бір ұстаз болғаннан кейін ешқайсың тіркелмейсіңдер, ешқайсың бұл парақша жазбаңдар деп айқай басты. Былай енді оқушылардың көзінше ол оқушылармен мен бірінші рет кездесіп тұрған жоқпын, бірінші рет кездесу өткізілді. Бірақ сол тарапында өзім кішкене ұялдым. Бұл жерде біріншіден мен дұрыс сөйлемей қалдым ба, дұрыс нәрсе айтпай қалдым ба. Екіншісі ұстаз үшін ұялдым. Енді ондай етіп
қоғамдық көп жерде айқайлап жекеге шақырып айтса да болады ғой деген өзімде пікір туып қалды. Сөйтіп сөйлесу барысында ол мұғалім жаңағыдай кездесудің соңына қарай келіп мені жаңағы дін насихаттап, намазға келіңдер, намаз оқыңдар деген сияқты өзі көріп қалған екен. Алайда біздің теолог адамдар, теолог мамандары дін насихатталмайды. Ешқашан да бір дін насихатталмайды. Бір дін насихатталмайды. Әр қандай проблема болып жатыр дінде, сол проблеманы алдын алу мақсатында кездесу өткізіп, жастарымыздың жаңағыдай адасуынан сақтап, дұрыс тура жол көрсетіп, ескертіп, айтып, заң жүзінде де, діни бағыт жүзінде де айтып, атап өтуіміз керек. Дұрыс қой. Сол себепті де енді талай қиыншылықтар болады. Оның барлығына шыдас беру керек. Жалпы теологтың жұмысы оңай емес. Талай қиыншылықтар бар. Бұл енді имамның өмірінен де енді қалай айтамыз, енді имамның да проблемасы көп болады, имамның да. Әр сала қызметкерінің яғни кез келген жұмыстың оңайы жоқ қой. Иә, әрине. Дегенмен де теолог мамандардың жауапкершілігі, жұмысының жауапкершілігі өте ауыр. Себебі біз халықпен жұмыс жасаған, жалпы халықпен жұмыс жасайтын кез келген маманнан сұрайтын болсаңыз, ең ауыры халықпен жұмыс жасау екен. Ол дәрігер болсын, ол мұғалім болсын, ол ішкі істер бөлімі қызметкері болсын. Себебі қоғамда әртүрлі халық болады. Әртүрлі халықпен жақсы бір мәміледе болу, өзінің жұмысына байланысты жауапкершілікті алға тартып, онымен жақсы мәміледе болу, оған белгілі бір тәртіп түсіндіру өте қиын. Себебі халық әртүрлі, қоғам әртүрлі. Сондықтан теолог мамандардың жұмыс барысында, жұмыс тәжірибесінде бұндай оқиғалар өте көп. Және теолог маманы бір айта кететін нәрсе, білімі жақсы, мықты болу керек. Және сөз тапқырлығы, ой шұқырлығы. Сонымен қатар бір қисынсыз сұрақтар келіп қалатын уақыттар болады ғой. Мысалы біздер оқушылар деп айтып отырық, сол оқушылар тарапынан бір қисынсыз сұрақ келеді. Мысалы неге себебі оқушылар жастар ғой. Жастар қабілетті, иә. Қызығушылығы мол. Қабілетті, білімді, кез келген ақпаратты жұмсақ губка бар ғой, орысша айтқан кезде. Сіңіріп алады. Сол сияқты тез алады өзіне. Яғни кез келген ақпаратты өзіне тез сіңіреді. Және ол жастарда сұрақтың көп болуы, ол былайша айтқан кезде қалып жағдай. Сондықтан олардың әр барған кездесуімізде өзіңіз айтқандай жаңағыдай әрдайым белсенді отырады. Яғни жастардың дінге деген қызығушылығы өте жақсы. Сіздің мысалы мен өз басым кездесулерде енді біздерде көбінесе жастарымыздың болашағын ойлаған себепті де жастар деп айтып жатқан себебіміз біз шындығында өзіміз сол жастық шақтың жолын аттап, сол жастық шақтың жолымен жүріп өттік, дұрыс қой. Сол себепті де бізде де кішкене ғана ауылда туып өстік, кішкентай ғана жерден шығып үлкен қалаға шыққан кезде проблемаларды көрдік. Сол себепті де жастарға жанымыз ашып, шын жүректен көмектескіміз келеді. Және қоса кететін мәселе, діни ұйымдардың қатарындағы көпшілігі ол жастар. Яғни 14 пен 35 аралығындағы жастар. Сондықтан жастардың діни сауаттылығы өте маңызды. Себебі діни ұйымдардың қатарындағы азаматтардың барлығы жастар. Ал жастар осындай діни ұйымдардың қатарына көптеп кететін болса, онда біздің болашағымыз не болады? Біздің болашағымыз жастардың қолында ғой. Сондықтан жастардың діни сауаттылығы дұрыс болса, дұрыс қалыптасса, онда біздің жастардың болашағы жақсы болады. Жастар білімге талпынса, жастар білімді болуға, ғылым үйренуге талпынса, біздің болашағымыз жарқын болады. Ал егер жастар белгілі бір діни ұйымның қатарына кетіп қалатын болса, онда олар бір қоғамнан алыстап қалады. Мысалы біз енді діни ұйымдармен жұмыс жасаймыз ғой. Сол кезде көреміз, діни ұйымның қатарындағы азаматтардың көпшілігі қоғамнан алшақтанып қалған. Қоғамнан бөлініп қалған белгілі бір деңгейде. Сондықтан жастар қоғамнан бөлініп жатса, ол біз мемлекетіміз үшін үлкен қауіп нәрсе. Сондықтан жастардың діни сауаттылығы әрдайым күн тәртібінде тұрады. Жастарды әрдайым былайша айтқанда ақпараттандырып отырып, түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Енді жаңа айтып жатыр, ең қолайсыз сұрақтарға оралсақ, сіздің кездесуде. Енді общий былайша айтқанда барлық теологтардың кездесуінде келетін нәрсе ол бізде хиджаб мәселесі, орамал тағу мәселесі. Қыз балалардың тарапынан қойылатын сұрақтардың көбі біздер мектеп қабырғасында ілім аламыз, оқимыз, бірақ орамал таққымыз келеді. Бұны қалай айтасыз? Не айтасыз орамал турасында? Кез келген теологтан сұрасаңыз, кез келген теолог айтады, балиғат жасына толған қыз балаға орамал тағу парыз. Парыз, иә.
бұл Алланың бұйрығы, Мгм. Құранда келген. Сондықтан ешбір теолог орамал тақпауға болады деп айтпайды. Әрине. Былай қарасаңыз, теологтың артында екі нәрсе тұрады. Бірі дін болса, енді бірі заң. Сол себепті де екеуін ұштастыра біліп, адамдарға екі тараптан да жақсы нәрсесін жеткізіп жүрген теолог мамандар деп ойлаймын. Зайырлықты түсіндіріп, Иә. зайырлы деген не, зайырлық дегеніміз не, зайырлықтың діни қайдаты қандай, зайырлықтың заң тұрғысынан қайдаты қандай, осының бәрін түсіндіріп анықтап беретін ол жаңағыдай теолог мамандар. Бұл жерде біз өзімізді көтеріп жатырған жоқпыз, өзімізді мақтап рекламирование дейді ғой, реклама жасап жатқан жоқпыз. Әрине, біз өзіміздің тәжірибемізбен бірінші подкастымыз жаңағыдай ерекше подкаст деп атау қойдық. Сол осы себепті теологтардың жұмысында қиыншылығы, қуанышты сәттері, қайғылы сәттері, осындай бір қисынсыз сұраққа жауап бере алмай қалған кездегі сәттер, толқу сәттері болады. Мысалы, біздер жастарды қозғап жатырық. Әр жерге, қай кездесуге, ересек адам, тіпті медицина саласында жүрген адамдарға, жаңағыдай үкіметте істейтін қызметкерлерге барсақ та, ол жерде ата-аналар бар, ол жерде үлкен кісілер бар. Барлығын қоятын сұрақтары осы жастар деп бастайды сөзін. Дұрыс қой. Осы біздің жастар неге андандай, біздің жастар орамалға кетті, біздің жастардың бәрі сақал қойып алды. Осы себепті осы турасында біздер мектеп оқушыларымен, студенттермен көп кездесулер өткізіп, жаңағыдай ақпараттық түсіндіру топтарымен бірге жұмыстанып, жаңағыдай ашықтап айтып тақырыптарды жеткізу үстіндеміз. Сол себепті де енді тақырыптан ауытқымай, теолог мамандардың жол қиыншылықтарын айта беріп, өз ойымызды жеткізейік. Бұл біздің елімізде жаңа біз зайырлық деп айтып өттік қой. Зайырлы, біз мемлекетіміз зайырлы болғаннан кейін, біздің мемлекетімізде жаңағыдай әр діни ұйымдар өз қызметін жүргізе алады. Иә. Біздің мемлекетімізде 18 конфессия болса, әрбір діни ұйым, әр діни бірлестіктер өз қызметін жүргізе алады. Ал осылардың барлығын қадағалап отыратын мемлекеттік деңгейде жаңағы министрлік бар. Болмаса әр облыста жаңағыдай конфессиялардың, діни ұйымдардың, діни бірлестіктердің жұмысын бағалап отыратын діни басқармалар бар мысалы. Ал теолог мамандар осы діни басқарманың болмаса облыстағы жаңағы дін мәселелерін зерттеу орталығының теолог мамандары болып табылады. Нағыз майданда жүргендер осы теолог мамандар. Діни бірлестікпен жұмыс жасайды, діни ұйымдармен де жұмыс жасайды, діни ұйымның ықпалына түскен азаматтармен де жұмыс жасайды. Нағыз майданда жүрген осы теологтар. Қайсы бір қиыншылығында, ұйқысыз өткізген түндерінде де барлығында жүретін теолог мамандар. Бұл теолог мамандардың негізі жұмысын көп кісілер байқай бермейді, көп кісілер мән бере бермейді. Өйткені қолында бір блокнотпен үстіне костюм киіп алып, әр нәрсеге бірігіп шыққан сияқты болып көрінеміз. Көп жерге барған кезде теологтарды мемлекеттік қызметкер деп ойлайды. Көп дін мамандарды, теологтарды мемлекеттік қызметкер деп ойлайды. Біз кездесуге барған халықтың әртүрлі санатындағы азаматтар бізде дін маманы деп ойлайды. Яғни біз дін маманымыз, бірақ діни қызметкер емеспіз. Біз мемлекеттік қызметкер емеспіз, бірақ мемлекетке жұмыс жасайтын, мемлекеттің заңын, тәртібін, діни бірлестіктердің қызметін түсіндіретін біз маманбыз. Маған бір кісі айтқан, жаңағыдай жамағат арасынан да, мемлекеттік қызметкер тарапының арасынан да, жаңағыдай жамағат арасынан сен жаңағыдай қауіпсіздік комитетіне мемлекеттік қызметкерсің дейді. Сол тақырыпты қозғады. Сен соларға жұмыс істейсің деген. Ал мына жақта мемлекеттік қызметкерге келгенде ол кісі айтады, сен дін насихаттаушысың дейді. Сол кезде өзіңді кім қаяқта ортасындамыз. Кімге жұмыс істейсің деп маған сұрақ қойған кезде өзің біртүрлі болып қаласың. Біздер халыққа шындығында адамды адасушылықтан, теріс жолға түсіп кетуден, жаңағыдай ешкімді ренжітпейміз енді, шыны керек. Орта жолда ұстанушы. Кез келген елдің азаматтың ең басты міндеті ол бірінші ұлтқа қызмет ету. Ұлтқа қызмет етіп, қазаққа қызмет ету. Біз ешқандай ақпарат тасымалдаушы адам емеспіз. Қай саланың маманы болсын, кез келген азамат ол ең бірінші ұлтқа, еліне қызмет істеу керек. Біздің мақсатымыз да сол, бірінші елімізге, халқымызға қызмет ету. Одан кейін екінші еліміздегі діни ахуалдың тұрақты болуына жұмыс жасайтын біз маманбыз. Сондықтан
еліміздің діни ахуалының тұрақты болуына жұмыс жасаймыз, халқымыз үшін жұмыс жасаймыз. Тыныш болу үшін, иә, еліміздің азаматтары діни ұйымдардың қолшақпарына, олардың жаңа идеологиясына түсіп кетпеу үшін еңбек ететін мамандарды біз теолог деп атаймыз. Және осы турасында Бауыржан Момышұлы атамыздың бір жақсы сөзі бар ғой: ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Сол себепті енді мен өз жұмысыммен мақтанамын, шыны керек. Теолог мамандарының жұмысын осы уақытқа дейін сыртынан көрген кезде мен де бәріміз мектеп қабырғасында оқыдық, немесе университетте оқыдық. Сол кезде де бізде де кездесулер келеді, ақпарат түсіндіру топтары келеді жаңағыдай. Сол кезде шаршап, былай не айтып отыр деп отыратын едік. Қазір өзіміз солардың орнына келдік, енді өзіміз жастармен жұмыстану үстіндеміз. Сол себепті де енді баршамызды тек қана жақсылыққа жеткізуге тырысамыз, жақсы жаққа қарай тартуға тырысамыз, қолымыздан келгенше жұмыс істеп, осы Қазақстан мемлекетіне, өзіміздің елімізге, жерімізге қызмет жасауға, жақсылықпен қызмет жасауға тырысамыз қолымыздан келгенше. Ендеше, құрметті біздің оқырмандар, біздің подкаст, ерекше подкастты көрген, алғашқы подкастты көрген әр оқырманға біз алғыс білдіреміз. Біз осы аз уақыттың ішінде теологтың кім екенін, теолог мамандардың қызметі қандай екенін мейлінше сіздерге таныстыруға, жеткізуге тырыстық. Бұл ерекше подкаст белгілі бір деңгейде сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Тұңғыштар мекенінен келген Мұхаммед Али бауырымызға рахмет. Өз тәжірибеңізбен, өз білімімен бөліскеніңізге, алдағы уақытта жұмысыңызға табыс тілейміз. Иә, құрметті оқырмандар, біздің енді осы подкастымыз ұнап, көңіліңізден шығып жатса, айтады ғой, лайк қойып астына пікір тастап кетіңіздер дейді. Ағам Қанат Қуанышбайұлы, әріптесім, сізге үлкен алғыс білдіреміз. Осындай былай айтқанда совместно дейді, бірігіп осындай подкаст түсіруге ой тастаған кезде сразу келісіп, інім сені қолдаймын деп ниетіңізге рахмет. Осы біздің қоғамда болып жатырған, қоғамда яғни түсіндіру жұмысында жүрген теолог мамандардың жұмысында қиыншылығын бәрін жеткізуге тырыстық. Жетіспей қалған нәрселер болса, жеткізсін десеңіздер, келесі подкастымызды күтіңіздер деп қызықтырып айтып қоямыз. Қалай еле. Енді баршаңызға рахмет, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы жерде қызмет жасап отырған Бекнұр бауырымызға уақытын бөліп, ерекше уақыт бөліп, демалыс күні. Келесі кездескенше баршаңызға амандық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Тек қана жақсы жайттарда, жақсы жаңалықтарда кездесе берейік. Сізге табыс тілеймін. Жоғарғы жақтардан, жоғарғы орындардан көре берейік. Рахмет.